жан жүрегі табысқан, қошақтары қауышқан. Жат көрмейтін ешкімді, бәрі бауыр туысқан. Сіз ортаға келіңіз, ақ пейілді көріңіз, ағайын біз бәріміз. Негізінде 1 мамыр Кеңес одағының кезінде еңбек таптарының мерекесі болып аталып өтілген. 1996 жылдан бастап 1 мамыр Қазақстан бірлігі күні болып жарияланған болатын. Бұл мерекені қазақ халқы ғана емес, осында тұрып жатқан ұлт өкілдері мен этностар асыға күтеді. Осынау ұлы мерекемен қазақ халқын және де осында тұрып жатқан ұлт өкілдері мен этнос өкілдерін шын жүректен құттықтаймын. Ұлы достық, нәсілдерге нәсіп болсын нұрлы күн. Ынтымақтық шерттемеймін бір жырын. Татулығын жырға қосып ұлттардың, мақтан тұтып ұлыстардың бірлігін. Достық тапса діндер менен ділімді. Салт дәстүрлер сыйғаласты бүгінгі. Бір туғандай ұлт аралық келісім, бір көтерген басқа түскен жүгімді. Тілі бөлек болғанымен тілек бір. Ұлы достық мәпелеген жүрек гүл. Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Қуаныштан желпілдейді түндігім. Бар халықтың бірлік тойы күн бүгін. Халқым мәңгі ғұмыр кешсін бақытты, бір тамырмен байлап қойған кіндігім. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Қазақтың байтақ даласы бүгінде 130-тан астам ұлт өкілдеріне отан болып тұр. Бірлік болмай тірлік болмас деген атам қазақ. Берекені көздеген ел мерекелі, тірлік жасаудан жалықпаған. Береке бастауы бірлік, ел іші тату, тірлік қағиданы ұстанған. Ел үшін бұл мейрамның орны ерекше. 1 мамыр бірлік күні құтты болсын. Сіздерді Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке барлық ұлт өкілдерінің ынтымақтастығы мен достығының, бейбіт өмірдің рәмізі. Ал бейбітшілік пен тұрақтылық және ұлтаралық келісімі мемлекетіміздің ең басты негізі, рухани байлығы. Қазақ қашаннан да бауырмал халық қой. Әр кезеңде де еліміздің пана іздеп келген өзге ұлт өкілдерінің бәріне бауыр басып, төрінен орын беріп, қандай қиын кезеңдердің өзіне бір үзім нанды бөліп жеді. Сөйтіп, қаймағы бұзылмаған қазақ жері бүгінде көп ұлтты мемлекеттің бірі болып отыр. Сіздерге шынайы көңілмен, бақыт береке, ашық аспан, елімізді өркендету жолындағы еңбектеріңізге мол табыс, отбасыларыңызға аманшылық пен шаттық тілеймін. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы және өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым береке болып, қашанда ынтымақ бірлігі жасай берсін.